Бахтияр Артаев ел намысын қорғаған батыр спортшы. Тыңдалым мәтіні. Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Бүгін біз Қазақстан спортының даңқын асырған, ел намысын халықаралық деңгейде қорғаған танымал спортшы Бахтияр Артаев туралы айтамыз. Бахтияр Ғарифоллаұлы Артаев 1983 жылы 14 наурызда Жамбыл облысы Тараз қаласында дүниеге келген. Ол 11 жасынан бастап боксқа ден қойып, алғашқы қадамдарын жасады. Оның алғашқы бапкері Нұрлан Ақүрпеков. Бахтиярдың спорттағы ең үлкен жетістігі 2004 жылы Афинада өткен Олимпиада ойындарындағы жеңісі. Ол 69 келі салмақта алтын медаль жеңіп алып, Қазақстанның даңқын асырды. Сондай-ақ сол Олимпиадада ерекше шеберлігімен көзге түсіп, ең үздік боксшыға берілетін Вел Баркер кубогын иеленді. Бұл тек Олимпиада чемпиондарына ғана емес, ең үздік техникасы бар спортшыларға берілетін беделді марапат. Бахтияр Артаев халықаралық деңгейде өз шеберлігін дәлелдеп қана қоймай, Қазақстанда да бірнеше рет чемпион атанды. Ол 7 мәрте ел чемпионы болып, Азия ойындарында және әлем чемпионаттарында жүлделі орындарға ие болды. Спорттан кейін де Бахтияр елге қызмет етуді жалғастырды. Ол жастарды спортқа баулып, бокс саласын дамытуға өз үлесін қосып келеді. Оның есімімен Тараз қаласында арнайы бокс сарайы ашылды. Бахтияр Артаев тек спортшы ғана емес, нағыз ел патриоты. Оның қажырлы еңбегі, табандылығы мен жеңіске деген құлшынысы барша жастарға үлгі. Ол өзінің өмірі мен еңбегі арқылы Қазақстан спортының тарихында алтын әріптермен жазылатын тұлғалардың бірі болып қала бермек. Тыңдағандарыңызға рахмет.